42-нің 42 дәрежесі саны қандай цифрмен аяқталатынын табыңыз. Бұл жерден 42-нің соңғы цифрына қараймыз. 2. 2-нің заңдылығы 2, 4, 8, 6 болады. Бұл қандай мағынада? 2-нің 1 дәрежесі 2, 2-нің 2 дәрежесі 4, 2-нің 3 дәрежесі 8, 2-нің 4 дәрежесі 16. 2-нің 5 дәрежесі 32, қайттан 2 көрдік па? 2-нің 6 дәрежесі 64, қайтсан 4. 2-нің 7 дәрежесі 128, қайттан 8. 2-нің 8 дәрежесі 256. Себебі 2 екім 4, 4 екім 8, 8 екім 16, 6 екім 12, 2 екім 4, 4 екім 8, 8 екім 16. Сөйтіп қайталана береді екен да осы соңғы 4 цифр. Енді 42-ші дәреже қайсыға сәйкес келеді дегенде мынандай ереже қолданамыз. Қалдық тең 1, қалдық тең 2, қалдық тең 3, қалдық тең 0. Қалдық тең 0. Ең соңғысы 0 дейсіңдер. Сосын 42 дәрежеде тұрған санды бөлеміз 4-ке. Өйткені 4 цифр қайталанып жатыр. Сонда бірден болады 4, 0, 2 түседі. Цифр түскен кезде жетпей тұрса мына жаққа 0 қоямыз, соны ұмытпайық. 0 4-тен 0, азайтамын 2. 2 қалтық қабат. 2 қалтық қабат деген сөз, ол 4-пен аяқталады деген сөз. Сонда жауап бізде міне А болады. Басқа цифрлардың да заңдылықтарын сөйтіп бірден зерттей салуға болады. 2-нікі осы 2, 4, 8, 6 болады. Сұрақ болса жекеге жаза берейік, және жекеге соңғы цифр деп жазсақ болады. Сол соңғы цифр деген біз пост жіберіп қоямыз.